Қазіргі таңда қала аумағында демалуға рұқсат етілген 5 демалыс аймағы бар. Олар Холодильник, Рахат Бадам, Қошқарата өзенінің бастауы, дендрологиялық саябақтағы көл және Наурыз алаңындағы жайлау көл. Шомылу маусымы бастала сала бұл жерлерде суға түсушілердің саны күрт артады. Сондықтан қандай да бір олқылықтың алдын алу мақсатында төтеншеліктер біліктіліктерін пысықтауға кірісіпті. Түсіндірмелік жұмыстарын жиілеткен. Қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында карантин режимін жариялауына байланысты суда адамдардың жаппай демалатын орындардың қызметі тоқтағандығына қарамастан департамент тарапынан өз құзыреті шеңберінде қауіпсіздік шаралары кең көлемде үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Қала көлемінде қауіпсіз жаз акциясы аясында бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мақалалар жарияланып, сұхбаттар ұйымдастырылып, сондай-ақ халықпен әңгімелесу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар бірлескен бұйрық негізінде қала көлемінде департаменттің құрылымдық бөлімшелері аудан полиция басқармаларының қызметкерлерімен бірлесіп, шомылу маусымы аясында күнделікті рейдтік іс-шаралар өткізіледі. Қаланың білім басқармасымен бірлесіп, судағы қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында WhatsApp әлеуметтік желілері арқылы ата-аналардың топтарына жадынамалар, бейнероликтер орналастыру жұмыстары белсенді түрде жүзеге асырылуда. Әзірге Шымкент қаласының су айдындарында адам шығыны тіркелмеген. Мамандар маусымға дайын болуымыз керек деп отыр. Себебі 2020 жылы 4 адам суға шомылу мезгілінде бақилық болған. Сондай-ақ қалалық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері бақ өкілдерімен кездесуінде қала аумағында орман және дала өртін алдын алу бойынша атқарылған жұмыстармен таныстырып өтті. Ағымдағы жылдың 28 сәуірінде барлық мүдделі қызметтер тартып отырып, шартты орман дала өрттерді сөндіру бойынша өрт тактикалық оқу-жаттығулар өткізілді. Қала аумағында орман дала өрттерін болдырмау мақсатында ағымдағы жылдың сәуір және мамыр айларында республикалық және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының бойында, сондай-ақ орман және егіс алқаптарының айналасында минералдық жолақтарды салу жұмыстары бірінші кезеңі өткізілді. Айта өтейік, жыл басынан бері Шымкент қаласының аумағында табиғи өрт тіркелмеген. Сондай-ақ төтенше жағдайлар қызметкерлері қала тұрғындары мен қонақтарына жол жүру кезінде өртке себеп болатын заттарды жол жиегіне тастамауларын сұранады. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Нұрланбек Саидов, Нарньюз.